Мен әлі заңды түрде ажыраспағанмын. Соның кесірінен осыған дейін біраз сөз естідім. Шет елге басқа жігітпен барып келді деді, жарайды, оның барлығына көндік. Бірақ қайда жүрмін, не істеп жүрмін, барлығын инстаграмға салып отырдым, чтобы адамдар жаман ойлап қалмас үшін. Енді қазір заявка беріп қойғаныма 1 айдай болып қалды ажырасуға. Бірақ біз апрельдің нешесі? 15-і екі жаққа кетіп қалғанбыз. Екі үйде тұрамыз 15-нен бастап. Одан бері только заңды түрде ғана ажыраспадық қой біз. Мен заявка беріп қойдым, бірақ маған сот әлі хабарласқан жоқ. Хабарласқан күннің өзінде де Хуршет маған айтты, мен ажырасуға қарсымын деді. Қазір бірінші сотта Хуршет, мен ажырасам десем, Хуршет жоқ десе, ол заң қайтадан бізге уақыт береді екен 1 айдай. Получается, мен заңды түрде ажырасу үшін әлі 1-2 ай уақыт керек. Нечестно, аха, апрельдің 15-нен бастап біз бөлек тұрамыз. Мен жеке өмірімді сүретін болсам, маған ол нәрсе ұят. Мен жігітпен видео түсірсем, ол нәрсе ұят. Мен жігітпен кафеде отырсам, ол нәрсе ұят. Мен жігітпен дос болатын болсам, ол ұят. Еркектерге бәрібір. Біздің қоғамда солай санайды ғой енді. Тіпті Хуршеттің өзі қазір артынан қалмайды. Мен оны жасырмайым. Инстаграмға біраз нәрсені айтып уже үйреніп қалдық қой. Сен әлі заңды түрде менің әйелімсің дейді. Бірақ ол мына жақта білгенін істейді да, мен бүйтіп шақ жасап қалсам, маған кедергі болады. Маған манипуляция жасайды. Мен осындай өмірден шаршап кеттім. Мен нақты шешім қабылдағаннан кейін ол нәрсені қабылдау керек та, ол қабылдай алмай жатыр. Сонда саған заңды түрде ажырасып білгеніңді істеу керек болып тұрма деп ойлап қалмаңыздар. Мен просто ұят деген нәрседен шаршап кеттім. Ұят деген сөз негізі орында қолданылу керек деп ойлаймын. Менің қазір істеп жүрген нәрселерім ұят деп санамаймын мен өзім. Мен видео түсірсем не болыпты? Мен видео түсірсем, мен Инстаграм, ТикТок жүргізетін адаммын. Мен балаларымды солай асырап отырған адаммын да. Хуршеттің өзі бетіме басады ғой, сен Турцияға барып келдің ғой, ұялмайсың ба, заңды түрде әлі күйеуің бар ғой деген сияқты тиісіп сөйлеп қалады. Хотя біз апрельдің айттым, 15-нен бастап бөлек кетіп қалған адамдармыз. Не үшін? Маған әлі де араласады менің өміріме. Әлі де қосылғысы келеді. Мен басында жоқ дедім, болды. Мен бір бұрылсам, қайтып артыма бұрылмайтын адаммын да. Кезінде болған шығар, талай ұрысып, ажырасып қайтадан қосылған кезіміз. Бірақ осы жолы мен айттым ғой. Қайтпаймын мен осы жолы айтқаннан. Бері ангина, температура деп біраз ауырып, енді тіріліп жатырмыз. Айда келіндеріңіз. Бәріміз аман есенбіз. Кстати, 19-ы мен туған күнім. Соған жайлап дайындап жатырмыз. Не істейміз? Бәрін шақырамыз. Кімге подписанбыз, бәрін шақырамыз. Бар деген еді ғой. Сол уже кішкене кетіп жатыр екен. Более-менее нормально деп айтты. Әйтпесе қорыққаннан жидкость болса шприцпен аламыз деген. Ойбай еді ол. Уф дедім ғой, әйтпесе қатты қорықтым. Мен қазір врачқа барам. Ол көреді, не айтады екен. Ол пока нормально бәрі. Енді 1 айдан кейін тағы да УЗИға келем, осмотрға. Все. Достар, үйге келдік. Өзіміздің үйге. Бәрі кевен қап кетіп отыр ғой. Сол мен ғой деп ше. Айырсам. Кешірім жүрші. Түнде келіп біз Кевин! Ау? Қайтадан бұрынғыдай қылып соғайын деп жатыр. Кевин! Жабып қой есігі. Қайтадан бұрынғыдай қылып соғайын. Қазір не, өзгеріп кеткен мәнесің да? Садовая мебель қараймыз деп. Баршаңызға қайырлы. Біз Алматының Армадасына келдік. Бұл жерде мебельдер және де все, адамдар бар екен, кішкене ыңғайсыз. Он зашел в здание и сразу стесняется. И сразу орысша сөйлеймін. Смотрите, у нас Біздің мама ремонт жасаған кезде бір излишне экономный болып кеткен сәті болатын. Допустим, съезжу за 3-9 земель, бірақ соны арзанырақ бағада аламын деген сияқты. Сол кезде ұрсатынбыз, мама, не болды? на 60
кезде ұрсатынбыз, ту мама не болды, мына жерден ала салшы прям деп. Енді түсініп жатырмын, ремонт жасаған адамның ақшасы деген су сияқты кете береді екен ғой, ұстай алмай қаласың ғой. Үйге ремонт жасау бір бөлек, а оны обставлять вообще другое дело. Садовая мебель такая дорогая, ну, которую я хочу. Соны енді ойлап жатырмын. Қазір арзанырағын алып қояйын ба, или сәл күтіп Қытайдан заказ берейін ба деп. Хочется хорошую, конечно. Жаным, жүрегім ауырып отыр барған. Құдайым ау, тезірек үйреніп кетсе екен садикке. Спокойно барып, наоборот, қуанып тұрып барса екен. Тілеп қойыңыздаршы. Жанында магазин бар екен. Соған сырға шыққанға қазір 2 сағатқа тастап жатыр біріншіге. Шыққаннан кейін бірдеңе тәтті алып берейін деп отырық. Алдағы күшті